Сәлем достар, көп адамдарға ұйқы тыныштыға келсе, ал кейбір адамдар түн ортасында ұйқылы ояу үйді мақсатсыз кезіп, тіпті оғаш ауыр қылықтарға барады. Ондайларды лунатик, яғни айкезбе ауруына шалдыққандар деп атайды. Біз бүгін сіздерге түн ортасында ұйқылы ояу қорқынышты қылықтарды жасаған айкезбелерді көрсететін боламыз. 9 жасар Джулия есімді қыз ұйқылы ояу түн ортасында үйді кезіп жүруді әдетке айналдырды. Ол өз-өзіне өзі сенбеді. Алайда ата-анасы оның айкезбелігін видеоға түсіріп көрсетті. Ол басында үйді жай ғана кезіп жүретін, ал дәл қазір ол үйді шашып жүреді. Оларды осы кадрлардан көре аласыздар. Ата-анасының айтуы бойынша ол өз орнында оянбайды дейді. Бұл оқиға Калифорнияда орын алды. Бұл адам өзге үйдің есігін сындырып және де сол үйге кіргісі келді. Алайда ол үйдің иесі сол уақытта құтқарушыларды шақырды. Содан кейін оны полиция қызметкерлері тергеп, оның айкезбе ауруына шалдыққанын анықтады. Лиха Атмин атты адам айкезбе ауруына шалдыққан болатын. Ол түнде ұйқылы ояу ешкім сала алмаған суретті салып берді. Одан кейін ол суретті қымбат бағаға сатып жіберді. Лорен есімді қыз өз үй жұмыстарын кеш бітіріп енді өз бөлмесіне барайын дегенде өзінің кіші інісін көріп қалады. Сол уақытта Лорен інісінің айкезбе екенін бірден түсінеді. Ол оны дауыспен оятуға тырысты, алайда інісі оны тыңдамай қайта бөлмесіне кіріп жылауды тоқтатпады. Guys, you need something? Бұл оқиға Жаңа Зеландияда орын алды. Бұл адам айкезбенің ауыр түрімен ауырады. Видеоға қарайтын болсақ, бұл адам күйсандықта ойнап тұр және құлап кетпес үшін ыңғайсыз тұр. Бұл адамның айтуы бойынша, ол күніге өз үйіне сүт әкеп қояды, ал бірақ бір түннің ішінде олар жоқ болып кетеді. Ол басында ұрылар деп ойлайды. Ол күдіктеніп, ас үйге және де өзінің бөлмесіне камера қойып қояды. Сөйтіп, қалай сүттің жоқ болып кететіні белгілі болды.
Достар, сіздерге осы видео ұнаса лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздер. Және де қоңырау шанды ұмытпаймыз. Сол кезде біздің дәл осындай қызықты видеоларымыздан құр қалмайсыздар. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.